Өтеген Батыр ауылында жаңа спорт кешені ел игілігіне берілді. Жас әрі талантты спортшыларды бір арнаға тоғыстыратын нысан кәсіпкерлердің қолдауымен қысқа мерзімде бой көтерді. Іледегі іргелі іс жайлы толығырақ тілшіміз тарқатады. Тек қана чемпиондар шығып, қазақтың көп туын әлемге желбірете берсін. Спорт кешенінде футбол, волейбол, баскетбол сияқты ойындарға арналған кең алаңдар бар. Ғимарат көлемі 3000 шаршы метрге жуық және заманауи талаптарға сай толық жабдықталған. Мұнда балалар мен жасөспірімдер сапалы уақыт өткізе алады. Қазірдің өзінде 20 адамды жұмыспен қамтып отыр. Және де бұл жердегі ерекше айта кететін дүние, бұл балалардың барып келуіне және қолжетімді жерден, яғни орталыққа бармай, қалаға бармай, осы жерде осы спорттың үш түрінен өздеріне тиісті секцияларға қатыса алады. Спорт кешенінің құрылысы 8 айда аяқталды. Инвестор көмегімен салынған жаттығу орнына 200 миллион теңге көлемінде қаржы құйылған. Жастардың қызығушылығына мән беріп, саналы ұрпақ өсіреміз дейді кәсіпкерлер. Еліміз, жұртымыз дамый берсін спорт саласында, үлкен жетістіктерге жете берейік. Мемлекетіміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осы спорт саласында осы жерден үлкен жетістіктерге жетеді деген үміттемін. Футзалда да ояқта волейбол ойнауға болады, баскетбол ойнауға болады, және күресте өткізуге болады. Тағы да басқа да бокс, спорт, үлкен спорттар өткізуге болады. Іле ауданы облыстағы халық көп шоғырланған аймақтың бірі. Мұнда аудандық және облыстық жарыстар жиі ұйымдастырылады. Тұрғындар спорт саласының әлеуеті артып келе жатқанына дән риза. Біздің балаларымызды жеңіске шыңдайды деп ойлаймын. Себебі әрбір баланың денсаулығы мықты болу үшін осындай спортқа қатысса, ол өте керемет дүние. Өте қуаныштымыз, балаларға сондай мүмкіндіктер жасап жүріп. Біз бұндайды енді біздің кезімізде бұндай спорттық ойындар болған жоқ әрине. Қазір қандай бар деп мынау қалаға барғаннан гөрі біз осы ауылдың балалары осы жерде спортпен айналысып, футболмен, волейболмен айналысып, шыңдалып, ертең жеңіске жететініне мен сенімдімін. Балалардың бос уақытын тиімді пайдаланып, тұлға болып қалыптасуына мұндай әлеуметтік нысандардың әр өңірде қолжетімді болуы маңызды. Спорт тек жаттығу емес, адамның рухын көтеретін, табандылыққа тәрбиелейтін өмір салты. Ақжан Анапия, Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.